Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Гаухар. Бүгінгі видеоны қуырма түшпәраға арнаймын. Осының алдында дәл осындай чебурекидің рецептісімен бөліскен болатынмын. Ол видеоны әлі көрмеген болсаңыз, описаниеге видеоның сілтемесін қалдырып кететін боламын. Сол арқылы қарап, арнама тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Қуырма түшпәраны дайындау үшін ең алдымен оның қамырын илеп аламыз. Қамырына ұн, бір жұмыртқа және тұзды су қажет. Қамырды орташа жұмсақтықта илеп алып, тындырып қоямыз. Әр қарата оның ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ең бірінші біз оның пиязын турап алып, бір пиязды турап алып, қызартып, кішкене ғана майға қызартып, қуырып алатын боламыз. Әр қарата бізге картошка керек. Картошкамызды қайнатып алып суға, оны езіп, езілген картошкамыздың үстіне жаңағы қуырылған пиязымызды салып, үстінен дәміне қарата бұрышын, тұзын салып араластырамыз. Қуырма түшпәраның қамырын чұқалап жайып алып, оны пельменнің қамыры сияқты жіңішкелеп кесіп аламыз. Пельменді түймес бұрын мен ең бірінші тақтайдың бетіне ұн сеуіп аламын. Одан кейін пельменімізді түйіп, оны сол жерге қоямын. Қуырғанға дейін асты жабысып қалмас үшін. Түйілген пельменді қызып тұрған майда сарғайтып қуырып аламыз. Осымен біздің қуырылған түшпәраларымыз дайын. Қонақ келгенде дастарханға сала берулеріңізге болады. Бір рет қана жеп тауысып қоятын осындай кішірек түшпәра немесе чебуреки деп те атайды бұны. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гаухар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырай отырыңыздар.